Ассалаумағалейкум подписчики. Уақыттарын алмай ақ қойын, сразу видеоны бастайық, кеттік. Төртке бір халық баланы саған бүкіл қарап тұр, туысқанын қарап тұр, қызын қарап тұр, гильдиядағы лидерін қарап тұр, не істеу керек? Бұл жерде ең бастысы асықпай қарсыластарынан ошибка жергенін күту керек. Бірінші қарсылас ошибка жерген болатын, мені жалғыз қалды деп пушқа кіріп бара жатқан болатын. Сол үшін оны осылай ұстап аламыз, достар. Екіншіден, біздің қарсыластарымыз біздің қай жерде тұрғанымызды біледі, сол үшін біз позициямызды өзгерту керекпіз, достар. Қарсыластардың сен туралы информация білмейтін болса, онда сен қарсыластарын өте көп қателік жасайтын болады. Екінші қарсыласым осы жерде қателік жасаған болатын, бірақ ол стенкасын өте тез қойғандықтан мен оны өлтіре алмай қалдым. Тиммейттар оған информация айтқан болатын, хпс аз деп. Сондықтан ол мені касамен өлтіргісі келді. Бірақ сол касамен ұрып атқан жерінде отырып алып атқан кезде саған тию шансы азаяды. Отырып осы қарсыласымызды аламыз, достар. Екі адам қалды. Дальше не істейміз? Уақыт барда емделіп алуға шанс бар, өйткені мені хпм аз. Бірақ мен қарсыласым өзін пальтетіп қойған болатын. Сол үшін наушникпен ойнаңдар, достар. Шақтарды есе отырасыңдар. Дәл қазір менде выбор бар, сол жаққа кету немесе оң жаққа кету. Қайсысын таңдаймыз? Сол жағымда өте жақсы ойнайтын бала жүр, оң жағымда қатты ойнай алмайтын бала. Оң жаққа барамыз, өйткені мешать етпес үшін, достар. Пуш етіп, рисковать етіп упорына кіріп, ол қарсыласты алып тастаймыз. Менің қарсыласым мына жерде өте умный решение қабылдаған болатын, өзінің позициясын өзгертіп, яғни мені артынан өлтірмекші болды. Бірақ біз одан да умный боламыз, достар. Оның тиммейтін өтірік давивать етіп атқандай боламыз да, оны байқамағандай боламыз. Яғни біздің цель оны алдап кету. Алдыға қарай оны байқамағандай болып жүгіреміз. Содан кейін резко артқа бұрылып, секіріп, момент ұстаймыз, достар. Чо там? Соңғы рет осы адамдар маған тіркеліпті, сенде тіркеліп қой, видеода пайда болғың келсе. Қалай осылай читер сияқты оттяжка беруге болады прицелмен, достар? Дәл қазір мен сендерге көрсететін боламын. Ол үшін бізге біріншіден тренировка керек. Осы жерден қып-қызыл жанбау керек прицел. Сосын оттяжка жасап бара жатқан жерде прицелді басып қаламыз, достар. Яғни былай. Оттяжка жасап баратын прицелді тез басып, сөйтіп осылай бутылка деп аталады. Новый бутылка шыққан, достар. Бұл жерде өте оңай негізінде үйреніп алсаңдар болады. Келесі этап бізде, достар, қалай қорықпай, паника ұстамай, свободно, кайфпен ойнау керек, достар. Бұл жерде сендер тренировка жасаған кезде, немесе полигон болған кезде, достармен ойнаған кезде, сендердің оттяжкаларын өте керемет ұшатын болады. Яғни сендер более спокойно ойнайсыңдар, расслабленно, кайфпен ойнайсыңдар, достар. Егер де солай ойнайтын болсаңдар, достар, сендердің оттяжкаларын өте керемет ұшатын болады. Біріншіден, сендер 2-ге 1, 4-ге 1, 3-ге 1 ойнап үйренуің керек. Өйткені сендер адамды көп көрген кезде, көп адамдар сендерге секіріп жабылып жатқан кезде, сендер уже басқаша ойлай бастайсыңдар, достар. Мына раундта не істедім, келесі раунд не істеймін деп ойланып, сендер уже тактика құрып бастайсыңдар. Сөйтіп қорқынышты сендер өздерін жоятын боласыңдар, достар. Самое главное бұл жерде, бұл ойында более расслабленно, кайфпен, қорықпай ойнау, достар. Бұл ең басты шарттардың бірі, достар. Қорқудың қажеті жоқ, бұл ойын, достар. Ешкім сен ақшан тартып алмайды, ешкім сен ұрмайды. Сол үшін кайфпен ойнан. Бұл ойында ең басты шарттардың бірі қолды қыздыру, достар. Ойынға кіргеннен кейін как минимум 10 немесе 15 минут, 20 минуттай қолды қыздырып алу керек, достар. Қолды қыздырғаннан кейін сендердің ойындарын өте әдемі жүретін болады. Мискілік азаяды, топить етпейсіңдер. Және де 99% адам білмейтін оттяжканың секреті, достар. Біріншіден, оттяжка берудің секреті ол полигон, яғни манекен. Біріншіден, құры тұрған адамға настройкамыз жасап аламыз, тура былай кететіндей. Екіншіден, мына жерде жүгіріп бара жатқан адамдарға тренировка жасау. Яғни хедшотты қалай береміз, достар? Осы жерден ортадағы точканы көріп тұрсыздар ма? Яғни бірдей аяғымен бірдей позицияда ұстайтын боламыз, достар. Бірдей позиция ұстағаннан кейін біз оттяжканы беретін боламыз, достар. Бұл яғни алыстан дистанциядағы кететін настройкалардың бірі, достар. Алыстағы адамдарға өте жақсы кетеді. Давайте тексереміз. Нифига себе! Сосын біз шын адамдарға тексеретін боламыз бұны, достар. Да ну нафиг. Үйреніп алдыңдар да, достарын жазалаңдар. Ема, жігіттер, айтсам сенбейсіңдер, кәдімгідей жұмыс жасайды ғой мынау.
Достар, енді сендер өздерінің қателіктеріңді түзейсіңдер деп ойлаймын. Каналға лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетір. Одной сендер үшін қиын емес, мен үшін өте қатты приятно. Все, давайте.